аманат аман сақтайды. Ертеде бір патшалықтың елінде жол жүргелі тұрған керуенбасының алдына бір кішкентай бала келіп, ата, мына қойдың терісін сатып, пұлына бір нәрсе әкеліп беріңізші дейді. Балам-ау, бір теріге не келер дейсің депті керуенбасы. Сол кезде бала, мен соның ақшасына жеткен затқа разымын дейді. Сөйтіп, керуен жолға аттанып, өздерінің діттеген жеріне жетіп, жүктерін түсіріп болғанда, баяғы баланың беріп жіберген аманаты есіне түсіпті. Тері алушыға 1 тиынға сатыпты. Ал базардан 1 тиынға келетін ештеңе табылмайды. Бір уақытта алдынан мысық көтерген бір бала шығыпты. Керуенбасы, балам, бұл мысығыңды 1 тиынға сатасың ба дейді. Сатамын депті бала. Керуенбасы мысықты алыпты да, саудаларын бітіргеннен кейін түйелерін тіркеп, қайтар жолға шығыпты. Бір күндері керуен беймәлім патшалықтың жеріне келіп түнепті. Азанда тұрып қараса, мысық тышқандарды керуен жатқан жерді айналдыра үйіп тастаған екен. Керуен тартқан саудагерлер мұны көріп қайран қалысыпты. Кейін білсе, бұл елде тышқан өте көбейіп кетіп, елдің үй жайын тесіп құлатып, астығын жеп, тіпті ұйықтап жатқан балаларының құлақтарын кеміруге дейін барыпты. Сол арада мысықтың хабары патшаға жетіпті. Патша саудагерлерге кісі жіберіп, сол хайуанды бізге беріп, орнына қалаған нәрсесін алсын депті. Сөйтсе, бұл елдегілер мысық дегенді білмейді екен. Патшаның шабарманы келіп, керуеншілерге патшаның әлгі сәлемін жеткізіпті. Сонда керуенбасы, бұл хайуанның аты жауқырған деп аталады. Өзі пайғамбардан бата алған мақұлық. Оны саудаласуға болмайды. Патшаңызға айтып барыңыз, берерін өзі біліп берсін дейді. Патша бұларға 40 нар түйе береді. Керуен қона түстене сапарын жалғастырады. Күндердің күнінде бұлардың ізіне жол торушы ұрылар түседі. 1 апта бойы аңдиды, бірақ күндіз де, түнде де ала алмайды. Керуенге жақындағандарында қоршау пайда болады, содан олар өте алмай жүреді. Бір күні керуенбасыға кеңесшісі келіп, осы бір теріге 40 нарды апарып бермекшіміз бе деп сұрайды. Иә, дейді керуенбасы. Бір теріге 40 нар түйе келеді дегенге ешкім сенбейді, ешкім ойламайды да. Одан да балаға бір жиделік бөз апарып берейік те, 40 түйені 20-20-дан 2 ора бөліп алайық деп, кеңесші оңай олжаға құмартады. Шайтан азғырып, керуенбасы кеңесшінің тіліне ереді. Сол түні оларға ұрылар оларды тонап кетеді. Ұрылар кейін керуенбасына жолығады. Біз 1 аптадан бері сендерді торып, тонай алмай келдік. Қалай жақындасақ, солай керуеннің айналасына қорған пайда болып, дымымыз құрып жүрген едік. Мұның сыры не? деп сұрайды. Сонда керуенбасы, жолға шығарда бізге бір бала аманат тапсырған еді. Сол аманатқа осы кеште қиянат жасамақ болғанбыз. Сөйтсек, кісінің аманаты иесіне жеткенше қорған болып тұрады екен. Көңілімізге бүгін қара ниет кірген соң, әлгі қорғанның жоқ болғаны ғой депті керуенбасы. Бұл әңгімені естіген ұрылар, қой, аманат бізді де аман қоймас деп, ұрлағандарының бәрін қайтарып беріп, керуенді жолға шығарып салыпты. Керуен елге аман есен жетіпті. Аманат аман сақтайды деген сөз содан қалған екен.